Егер де сен AliExpress сайтындағы тауарларды 18% жеңілдікпен алғың келсе, EPN-нің кэшбэк сервисін пайдалан. Сілтемесі видеоның астында. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгінгі видеода посылка, яғни Қытайдан келген тапсырыс. Бүгін маған екі тапсырыс келді, ал ендеше екеуін де ашып бастайық. Бірінші тапсырысым сол ұзын болып келеді, ал қазір ішін көрейік. Достар, мен бұл тапсырысты не екенін білмегендіктен ашып ішін көрген болатын. Қазір көрсететін боламын. Бұл тауар China Post почтасымен келген болатын, ұшақпен ұшып келген. Тауар 0,52 грамм деп жазған, $2 бағаланыпты. Ішінде достар осындай бензонасос деп айтады, орысша айтқанда. Бұл бакта қалған бензинді шығарып алуға арналған бензонасос. Осыны басып шығарып алса болады. Егер де достар, бүгінгі видеодағы екі тауардың қайсысына обзор жасау керектігін ойлайтын болсаңыздар, комментария жазуларыңызға болады. Мен оқитында жасайтын боламын. Ал енді екінші посылкамызға көшейік. Екінші посылкамыз ол Сингапур почтасымен келген болатын. 0,19 грамм деп жазыпты, 0,160 $1 деп бағалапты. Біздің теңгемен шаққанда 200 теңге деп айтсам да болады. Достар, бұл шетке қойып. Достар, бұл кулинария, яғни аспазға арналған кисточка деп айтса болады. Мен бұны где-то бір ай болып қалды, заказ бергеніне бір айда келген болатын. Осындай силиконовый болып келеді. Осындай болып келеді. Өте ыңғайлы, бұнымен жұмыс істеген, сондықтан заказ берген болатын. Достар, және де мен бүгінгі видеодағы екі тауарды да EPN кэшбэк сервисі арқылы заказ берген болатын. Егер де сіздерде EPN кэшбэк сервисі арқылы 18% жеңілдікпен тауарларды алғыларыңыз келсе, сілтемесі видеоның астына қалдырып кететін боламын. Және де достар, сіздердің сұрауларыңыз бойынша мен EPN кэшбэк сервисіне видео түсірмекші боламын. Достар, алдағы уақытта видео шығады деген үміттемін. Және де бүгінгі видеоның астына лайктарыңызды аямай басып, арнаға тіркеліңіздер. Бүгінгі екі тауардың сілтемесі және де EPN кэшбэк сервисінің сілтемесі видеоның астына қалдырып кететін боламын. Сіздермен болған қазақша AliExpress арнасы. Келесі кездескенше.